Бүгінгі видеода біз 15-тен 3 бөлшегіне 15-тен 7 бөлшегін қосатын боламыз. Яғни, осы қосындыны орындап, жауабымызды ықшамдауымыз керек. Енді, бұл жерде жалпы бөлшектерде, яғни бөлімдері бірдей. Екеуінде де 15 санына тең. Яғни, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосатын болсақ, бөлімі өзгеріссіз қалады, яғни 15 деп жазылады, ал алымында, яғни 3 санына 7 санын қосамыз. 3 санына 7 санын қосқан кезде бізде 10 саны шығады, ал бөліміне 15 санын жазамыз. Осы жерде көрсетілген 15-тен 10 саны әлі, яғни осы бөлшек әлі толық ықшамдалмаған. Сол себепті біз ең үлкен ортақ бөлгіш табамыз. Жалпы осы сан, яғни 15-тен 10 бөлшегі 5 санына бөлінеді. Сол себепті 5 санына бөлейік, алымын да бөлейік, бөлімін де бөлейік. Сол кезде бізде, яғни жауабымыз шығады. Алымында 2 саны, бөлімінде 3 саны. Енді осыны тереңірек түсіну үшін 15 бөлікке бөлінген 4 бұрыш пішінін салайық. Енді осы жерден, яғни 15-тен 3 бөлшегін ең алдымен көрсетейік. Яғни, тең 15 бөлікке бөлінген пішін, оның 3 бөлігі боялған деген сөз. Яғни, 3 бөлігін боясақ, яғни 1, 2, және де 3. Енді, келесі бізде 15-тен 7 бөлшегі. Яғни, 15-тен 7 бөлшегін көрсету үшін, біз осы 15 бөлікке бөлінген пішінге тағы да 7 бөлігін бояймыз деген сөз. Тағы да қосымша 7 бөлігін бояйтын болсақ, сол кезде, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, және де 7. Сонда жалпы алған кезде қанша бөлігі боялғанын есептеу үшін, мысалға, былай жасайық. Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 15 бөлікке бөлінген пішіннің 10 бөлігі боялған деген сөз. Яғни ол осы жерде көрсетілген 15-тен 10 бөлшегінде көрініс тауып тұр. Енді осы жердегі 3-тен 2 бөлшегін түсіндіру үшін, мысалға, біз әр үлкен бөлікте 5 кішкентай бөлік бар деп есептейік. Яғни, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, осы 5 бөлік бір үлкен бөлікті береді деп санайық. Яғни, олай ойлайтын болсақ, сол кезде ортасынан бөлеміз. 1, 2, және де 3. Жалпы алған кезде бізде 3 бөлік бар деген сөз. Яғни, бірінші бөлік, екінші бөлік, және де үшінші бөлік. Осы 3 бөліктің 2 бөлігі боялған, яғни 3-тен 2 деген бөлшекті білдіреді. Сол кезде 15-тен 3 бөлшегіне 15-тен 7 бөлшегін қосқан кезде бізде 3-тен 2 бөлшегі шығады.